Мына қымбатты, қадірменді, аяулы аналарымызға айтар едім. Не дейді? Ішіме сыйған сыртыма да сияды деген тақырып бар. Қараңыз, келіннің барған жерінен қайтып келуіне әйелдердің осы сөзі бірінші себеп болады. Келсең келе бер, қарсы аламын дейді. Бірақ осы жерде осы әйелдерге осы сөзінің өтірік екенін дәлелдегім келеді. Біріншіден, ішіме сыйған сыртыма да сияды. Ол өзі сіздің ішіңізге сыймағаннан кейін шыққан жоқ қой өзі. Ішіңе сыйса алып жүре бермедің бе ішіңде? Сақтап. Ол шыққаны өзі сыймағаннан кейін шықты ғой. Екіншіден, 90% ажырасқан үйлерде көріп жатқанымыз, ішіме сыйған сыртыма сияды деп қызды қайттан алып келеді. Ол қыз үйінде отырады да, ол үйде де келін бар емес па? Ағасынан, інісінен келін бар емес па? Қайтып келген қыз ана келінді шұқи бастайды. Егер қызбен бірге бала қайтып келетін болса, ана екеуің баласы ұрсады, үйде жанжал пайда болады ғой. Осы кезде не болады енді? Ана сыртыма да сияды деген қызын келінін жібере алмайды. Сөйтеді де не істейді? Мына қызды жайлап, қызым, балаңмен сен өзіңнен жайлап әрекет қыл дейді да, қалаға, басқа жаққа квартирасын тауып беріп шығарып жібереді да, болды дейді. Қалай өмір сүрсең, олай өмір сүр, одан құтылды болды. Қайтып келген қыз үйіне сыймайды ешқашан. Сол үшін әйелдерге айтар едім. Мынау сөзіңіз сіздің, біздің аталарымыз не дейтін еді? Тастай бат, судай сің, өлсең сонда өл, мына жаққа қайтып келме. Керек десең аталарымыздың намысы соншалықты мықты болғандығы қыздарына айтады екен. Қыдырып келсең де жалғыз келме. Адамдар жаман ойламасын. Күйеуіңмен кел, болмаса кет сояқта кел, жалғыз келме дейді екен деді. Біз сондай адамдардың ұрпағы едік қой, неге біз майдаланып барамыз? Әйелдер қауымына айтамын, кішкене естеріңіз жинаңыздар. Қызыңның жесір, балаңның, жиен балаңның жетім болғанын қалайсың ба? Ондай болатын болса, басынан бастап қызды солай тәрбиеле, сонда өл, қайтып кел деген нәрсе болмайды ол. Ағайындар, осы нәрсеге ойланайық. Қыздардың барған жерін тастап кетуі, ажырасып кетуі бар ғой, бұл осы аналарының. Мына жақтан бір поддержка болып тұр ғой, енді болды ғой, келе бер деп тұрғаннан кейін болды, қайқа барады. Енді ана бөтен жерге барып сіңісу оңай болып жатқан жоқ. Ең оңай дұрысы сол анау қайтып барасам мамам күтіп алады деп ойлайды да. Сол үшін аналар, қызыңызға жаныңыз ашитын болса, осы нәрсеге мән беріңіз. Қызыңызға қайтып келмей деп айтыңыз. Сонда олар есебін табады. Бұл әйел адам есебін табады олар.